ол жақтағы үйді сатып, туысқандарыма жақынырақ келейін деген. Енді сол ақшаны мен саған бере аламын. Сені бұрынғы қызметіңе қайтарғанымыз үшін өкінбейтін шығармыз. Тәуба. Қайттым әйтеуір. Аяғыңа не болған? Қатты ісіп кетіпті ғой. Кеше бұндай болған жоқ қой. Мен ендігі өмірімді Әлішерге арнамақпын. Сіз осыған келістіңіз. Сондықтан мен оның қасында болам. Болды. Баяғы арманымыз қайда? Бақытты күндеріміз қайда? Сен ол бәрін сатып кеткенсің. Дәулеттің халы нашар. Білмеймін, өлшегем жоқ. Қаны бұзылып қалды. Ал егер қаны бұзылған жағдайда аяғынан айырылуы мүмкін. Сен маған не істей аласың? Сенің есің адасқан. Сен аурусың. Саған емделу керек. Санжар! Санжар! Сен не? Осылай оп-оңай кетемді ойлайсың ба не? Не сен мен кете алмайды деп тұрсың ба не? Санжар, сен қателесесің. Менімен ойнауға болмайды. Ұнамайды маған ондай нәрсе. Бізге не болған? Мен не істеуге болады? Бізге кету керек. Ойланатын уақытында болады. Бұлай өмір сүре алмаймын мен. Сүре алмаймын. Әпке оян, таң атты. Балам, жаным, әкең ұйықтап жатыр. Ұйықтап алсын да. Бірақ таң атты ғой. Иә, таң атты ғой енді. Әкең қатты шаршады. Түнге дейін жұмыс істеді. Білесің бе, қандай ауыр жұмыс. Сен одан да барып далаға ойнап келсеңші? Жоқ, мен әкеммен ойнаймын. Балапан, сен Айнұрмен, Болатбекпен, әжеңмен ойнайсың ғой? Жоқ, мен әкемді жақсы көремін, мен әкеммен ойнаймын. Әкең де сені жақсы көреді, балам. Әкең тұрғаннан кейін міндетті түрде сенімен ойнайды. Жүре ма, балам? Жанымыз. Киімдерді неге жинап жатсыз? Ана кимейтін киімдер жинап жатқаным ғой. Мен ананы киемін ғой. Қайсын? Наны ма? Ой, бұл шатастырып алдым. Қазір қайтадан бәрін реттеймін. Сен одан да әжеңе бара ғой жаным. Барш? Үй алып болсын. Барып далаға барып ойнауға жүре ма?
Жан, мен саған ыстық шай келдім. Лимонмен. Керек емес. Қалай керек емес? Ішуің керексің. Тіпті нәр татпадың ғой өзің. Жеңуім керек. Жеңуім керек. Жеңуге міндетті емессің сен. Жеңуім керек. Дәулет? Жеңуім керек. Дәулет, Жан, мен естірсің ба? Жан, Дәулет. Қазір. Қазір, Жан, қазір. Қалайда жеңуім керек. Қазір. Қалайда жеңуім керек. Алло, Жұмабек аға, бұл енді Дәулеттің халы нашар. Ол сандырақтап жатыр. Қызу да көтеріліп кетті. Солай болатын ескертіп едік. Не істеуім керек? Жедел жәрдем шақырыңыз. Қазір не істеуім керекпін мен? Олар көмек көрсетіп үлгереді деп үміттенемін. Жарайды. Қазір Жан. Алло, бұл жедел жәрдем бе? Болатбек айтайын. Сіздерді қалаға дейін жеткізіп сасын. Рахмет. Балаларды жеңілірек киіндіріп алып, пойыздың шыстық. Орынласа салысымен хабарласыңыздар. Әрине. Апа, мен ешқайда бармаймын. Мен осында қалам. Сіз кете беріңіз. Айттым ғой. Алтынайым менің ақылды деп қоншағым. Рахмет жан. Дұрыс. Дұрыс қызым. Бұның тек балалар үшін ғана. Балалардың әкесіз өскендерін қаламаймын. Мен осында қалам, бірақ Мәдимен бірге тұрмаймын. Алтынай қызым. Мен сені жазғырмаймын, айыптамаймын. Дұрыс істейсің, Алтынай. Балаларға әкесіз қиын болады. Мен сүт әкелейін. Келе жатырмыз. Білмеймін қай аурухана екен. Сосын хабарлассам жарай ма? Сіз барасыз ба? Иә, барам. Өтіңіз. Кіре берейін ба? Өтіңіз. Еркектердің әдеті ғой. Шаруалар ойындағыдай болмаса. Бітті шет. Мәдидің ондай жоқ еді. Бала кезінен арақ ішкен адамды жек көретін. Енді не болды? Біресе анау, біресе мынау. Иә. Мәди қатты өзгерген. Енді не болар екен? Уақыт өте келе бәрі дұрыс болады, құдағи. Алтынай өкпешілемес еді, қазір ғой енді ашуланып жүрген. Ең бастысы Мәди ішпесе, ұрыс-керіс шығармаса жақсы болар еді. Әйтеуір. Алтынайдың кетпегені демеу болды. Кетпейді, құдағи. Онымен жақсылап сөйлестім. Жастайынан қосылған қосағы балаларын ойлайды. Рахмет, құдағи.
Әлішерім тезірек келсе екен. Мына оңбағанның есін жиықсақ. Апа, Алишер аға қашан келеді? Бүгін ертең келем деп еді. Мен оған мына келіп мәдимен сөйлес, ақылыңды айт деген. Дұрыс, енді үлкен ағасы Дәулеттің де онымен сөйлескені жақсы болар еді. Дәулеттің жұмысы басынан асып жатыр ғой. Бөтен қалада ота ұрған. Ал мынаның жағдайы жақсы, бәрі бар, бәрі дайын. Сонда да бабын табу қиын болып жатыр ғой. Кешіріңіз, Мұса, Аида? қайырлы таң. Ой, қайырлы күн. Қайырлы күн, бірақ мен таңғасын дейін шығып отырмын. Сізді бұл жерде көрем деп ойламаппын. Мен түскі асымды ішуге келдім. Онда келіңіз мен жаныма. Әрине, рахмет. Маған бір шынаяқ американо кофесі мен қымызды қосылған салат. Сіз бір ғана салатқа тапсырыс бересіз бе? Иә, мен тамақта жеймін. Мұса, мен сізге кедергі жасаған жоқпын ба? Жоқ, бәрі жақсы. Сізді көрмегелі көп болды. Қалыңыз қалай? Кейін кездері оқиғалар көбейіп кетті, Мұса. Қандай оқиғалар? Енді меруерттің қашып кеткені, өзіңіздің басыңыздан өткен жағдайлар, мен бұл туралы айтқаным... Жоқ, айта беріңіз. Ер жігіттің басынан не келді, не кетпейді. Айтыңыз келсе айтыңыз. Түсінесіз бе, Мұса, сіз меруертпен кездесіп жүргеніңізде мен айта алмадым. Өйткені ол менің құрбым ғой. Алишермен аралары бұрыннан оңша емес еді. Иә, мен оны білетінмін. Иә, сізбен кездесіп бастағанда олар Алишер екеуі ұрысып қалған. Меруерт оны ұмытқысы келді. Сол кезден бастап маған көз қырын сала бастаған екен. Жоқ, ол ойламаңыз. Олардың аралары шиеленісіп кеткен. Кейде, Мұса, Меруертті түсіне алмаймын. Рас айтамын. Шынымды айтсам, сізге таң қаламын. Жүрегіңізді жаралаған әйелді тып-тыныш осылай жібере салу, сіздің мұңыңызды мәрттік деп білем. Мұндайды екінің бір жасай алмайды. Енді таспен атқанда аспен ат дейді ғой. Иә, Мұса, бұл мақтанарлық қасиет. Жарайды, мені қояңызшы. Сіз ертең кешке не істейсіз? Әзірге білмеймін. Мүмкін бір жерде отырып тамақтанармыз. Көрейік. Басыма. Алтынай. 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 Тиіспеш маған. Алтынай, қайда жиналдық? Біз келісіп едік қой. Келісім әдірім қалсын. Әйтеуір бір күн кететін шығармын бұл үйден. Кетпегені жақсы бол. Рахмет саған. Рахмет саған. Мен сен үшін қалған жоқпын бұл үйде. Білдің ба, мен балалар үшін қалдым. Балалар үшін өмір сүрем. Солар үшін шыдайым.
Біздің кесіріміз балаларға тимесін, Мәди. Маған уәде бер. Енді ақымақтық жасамаймын деп, маған уәде бер. Мәди, уәде бер деймін саған. Иә. Не иә? Уәде беремін. Осылай мас күйінде енді осы үйге келуші болма, білдің ба? Білдің ба деймін саған. Не болды? Сіз оның кім боласыз? Елі жағдай қалай? Күйеуіңіздің денесіндегі көптеген жарақаттармен қоса ішіне қан кеткен. Инфекция қанына өтіп, қысқасы сепсис. Не дейсіз? Жоқ. Солай қатынасым, солай. Зейсіне қатты зақым келген. Жалпы инфекциямен қоса өзі тұмауратып жүретін. Солай ма? Иә, тұмауратып қалған, бірақ дәрі ішіп емделген. Түсінікті. Ал денесіндегі көптеген жарақаттарына қарағанда бірден болған ғой. Не болғанын айтыңызшы? Менен ешнеге жасырудың қажеті жоқ, қарындасым. Жарақаттарына қарағанда төбелескен ұқсайды. Солай ма? Белгісіз біреулер соғып кетті. Енді уақытысына неге әкелмедіңіздер? Уақыт өткізіп болғансыздар. Еркекті болған керек еді. Енді не болар жағдайы? Қазір оған антибиотиктер құямыз, бірақ бірден нәтиже бермейді. Қанын тазалау керек. Мүмкін қан құятын шығармыз. Қазір нақты ештеңе айта алмаймын. Бәрі анализдер келгеннен кейін біртіндеп белгілі болады. Оны көруге бола ма? Қарындасым, не айтып тұрсың? Күйеуіңнің жағдайы өте ауыр. Қазір оған кіруге болмайды. Одан да үйіңізге барып демалыңыз. Сөйтіңіз. Айнұр, сен де менен теріс айналайын дедің? Сен мен не жайында сөйлесуім керек? Сонда сөйлесетін әңгіме қалған ба? Мәди, қайдағыны айтпашы. Бәріне өзің кінәлісің. Білем. Енді маған не қыл дейсің? Өзің ештеңені тыңдамайсың. Тыңдамай мен не, қашып жүрім ба? Сен ешкім қашып жүр деп айыптап жатқан жоқ. Бәрін түзетудің орнына. Сонда мен не істеп жүрмін? Сен көмектесем деп уәде бердің. Сол не болды? Мен айтқан сөзімнен бас тартпаймын. Бірақ сол қарызыңды қалай қайтаратынды ойлан дедім. Сен ойланбақ түгілі ішіп алып, бәрінің мазасын алып. Жұмыс істеп ақша табудың орнына. Болды, қойшы. Мәди. Қазір бәрін шешетін ақша. Сен үйімді саттың ба? Жоқ, Мәди. Сатуға шығардым, бірақ әзірге сатып алушылар табыла қойған жоқ. Әрине. Оны кім алады? Сен үйің ескі. Оның үстіне сондай бағаға. Жарайды, көрерміз. Қызым, қалайсың жаным? Ағзасына жұқпалар отырып кетіпті. Қалай? Білмеймін, жұқпалар қанына тарап кетіпті. Асан, ой, сен өзің көрдің бұны? Жоқ, рұқсат етпеді. Жаным сол, болды, жылай бермеші енді. Линда, не болды енді балапаным?
егер оған бірдеңе болса. Жоқ, ештеңе де болмайды. Қызым, естимісің, ондай жамандықты ойлауға болмайды. Дұға жасаймыз, бәрі жақсы болады. Көрде тұрғысты. Мен бірдеңені сезгенде оған жекпе-жекке шықпай-ақ қойшы деп айтып едім. Қандай жекпе-жек? Сен маған оны танымайтын біреулер келіп ұрып кетті деген жоқ па еді? Жоқ. Ол ережесіз жекпе-жекте төбелескен. Ай, қызым, ау, не істедің сен? Неге бірден айтпадың? Осы жолмен ақша тапқысы келген. Мен өзім де кейінірекпін. Сойдағай. Мынандай сұмдықты кім көрген, а? Ай, жаным-ай, болды, жыламашы алтыным, жыламашы енді. Ұрып қаласың, жылама. Бәрі жақсы болады. Дәулет деген мықты ғой. Ол спортшы емес пе, а? Артур? Бір минутқа бола ма? Сіздің кесіріңізде мені өлтіріп тастады. Кешірші енді мен. Сен мен ақылдасайын деп келдім. Иә. Алдағы уақытта не істейміз? Соны айтайын деп ем. Сіз Әлішер аға тұрмысқа шыққаннан кейін бе? Иә. Әлішер екеуміз Қарағандыда тұратын боламыз. Неге? Себебі Әлішердің жұмысы сол жақта. Ал сіздің жұмысыңыз осы жерде ғой? Дұрыс айтасың. Бірақ ерлі зайыптылар әр қалада тұра алмайды. Содан соң әйелі күйеуінің айтқанына келісу керек. Иә. Сен әжеңмен осында қаласың. Сол себепті саған айтар өтінішім бар. Бәріміз бірге Қарағандыға көшіп кетсек болмай ма? Болмайды. Біріншіден, сенің осында үйреніп қалған мектебің бар. Ал екіншіден, апам бұған келсе қоймас. Кәсібіміз бар емес пе? Сол үшін ұрысып қалғандарыңызды да білем. Дұрыс айтасың. Сондықтан сен осында әжеңмен қалуың керек. Ол кісіге бас көз боласың. Бұл қалжың емес, Артур. Әжең күннен күнге қартайып барады. Сәл нәрсеге аяқ астынан ренжіп қалады. Ал сен оған демеу боласың. Мен мектепке кеткеннен кейін әжеме кім қарайды? Үй қызметшісіне айтамын. Ал сен әжеңе дәрісін уақытылы ішу керектігін айтуды ұмытпа. Жарай ма? Жарайды. Мен де жиі келіп тұрам. Уақыт өте келе апам да үйреніп кетеді. Содан кейін сендер де Қарағандыда келіп тұрасыңдар. Түсінікті. Келші маған. Жанымыз. Артур, сен әлемдегі ең ақылды баласың. Мен сені сағынам. Мен де. Апа, Нари. Әлішер, балам, келдің бе құлыным? Ой, апа, амансыз ба? Алтын. Қалдарыңыз қалай, жақсы ма? Шүкір. Жүр. Жүріңіз. Апа, үйдегілердің бәрі қайда кеткен? Алтынай, Айнұр, Мәдилер. Айнұр менен Алтынай балаларды алып далаға шыққан. Ал Мәдиді білмеймін. Бір жаққа шығып кеткен. Оған не болды? Соны білсем ғой. Апа, отырыңыз. Отырыңыз. Дұрыстап сөйлесейік, шайды кейін ішеміз. Ал айтыңыз, мен кеткеннен тағы не болды? Қайсы бірін айтайын? Мәди қалаға кетті емес пе? Иә. Әлгі өзін алдап кеткен адамды таппақ болған. Содан қайтып келді. Ал, тауып енді? Еш нәрсе де айтқан жоқ. Қабағынан қар жауып ашулы келді. Алтынайдың әбден мазасы кетті. Сол кеткеннен осы жексенбіде бірақ келді. Содан еш нәрсе айтпайды, үн-түнсіз, жақ ашпайды. Алтынаймен ұрсып қалды. Алтынай жылап. Ал бұл іше бастады. Ішкені қалай? Енді кеше тіпті қатты ішіп келді. Алтынай ажыраспақ болды.
Жаңалықтарыңыз жақсы екен. Құдағы келді. Алтынайды райынан қайтармақ боп. Содан қойш әйтеуір. Алтынай кетемін қойды ғой. Екі оттың ортасында мен қалдым. Алтынайға да жаным ашиды. Не істеймін? Білмеймін. Бір нәрсе бүлдірген ғой. Жоқ. О не дегенім? Ол соңғы оқиғадан кейін басылды ғой. Бір нәрсе ойымнан кетпейді. Мүмкін оның басқа біреуі бар шығар. Енді онысын білмеймін. Бірақ мен онымен сөйлесейін. Бұл енді қайғылығы. Ақыл айтатындай сендер де қасымызда емессіңдер. Дәулет қалай? Дәулет енді жақсы. Ол жарады апа. Некесін қайтарып алды. Тойды күзге қалдырдық. Өйткені біраз дайындалып үлгеруіміз керек. Дұрыс. Күз мезгілі қолайлы болар. Апа, қазір. Мынау ферманың құжаттары. Құдайға шүкір. Рахмет балам. Арқамнан бір ауыр жүк түскендей болды ғой. Апа, бұл құжаттарды тақ қойыңыз. Ешкімге бермеймін, жарай ма? Нади, қалайсың? Алишер? Шын кілемін көтерткізіп қойғаны қараш. Қойшын, Сәуле. Кішкене жұмыс дегенге шашап қалдың ба? Мені бүйтіп қол бала қылып жұмсайтынды білгенде ғой. Сәуле, енді мен жоқта үй қатты шаң басып кетіпті. Бір өзім шамам жетпеседі. Рахмет. Жарайды. Оны қойшы, Карина. Соңғы болып жатқан жаңалықтарыңды айта берші. Соңғы жаңалықтардан дейсің бе? Иә. Әлішерді комбинат басшысы етіп қайта шақырды. Рас па? Рас. Ал сені ше? Әзірге білмеймін. Әлішер келмей тұрып, Жәнбек мені қайта шақырған болады. Қазір бәрі Әлішердің қолында. Айналып келіп екеуің тағы кезіктің. Иә. Мүмкін екеулерінің араларын қайтадан жақсарып кететін шығар. Қайдағыны айтпашы, Сәуле. Ол бұрынғы әйелін сүйеді. Карина жан, жарайды енді. Онда болмашы әңгімені айтып, аузым шаршатпақпын ба? Иә. Өзің біл, әрине. Бірақ сенің орнында болсам, тағы байқап көрер едім. Қайтадан бастадың ба? Жарайды енді. Білесің, Карина? Сенің қайтадан келетінді жүрегім сезген. Бірақ мені бүйтіп қол бала алып жұмсайтыныңды білгенде ғой. Ай, Сәуле, қоймадың ғой. Ал жүр, айыбымды өтейін. Кофе ішеміз бе? Жоқ. Сәуле, жүрші. Жарайды. Келем деп ескертпедің ғой. Апам айттым ғой. Елдерге айтқанда апам өзі хабарласып айтты маған. Солай ма? Жай ма? Жай ма. Оны өзің түсіндір, жай ма. Отыр. Алайды. Апам неге маған хабарласып сені сөйлестейді? Мен қайдан білем? Мәди, өткені жолдан мен сені дұрыс алама деп едім. Тағы не білдірдің? Ештеңе бүлдіргем жоқ. Не болды саған? Алтынай неге сен мен ажырасам деп жүр? Оның бәрі ашу үстінде айтылған сөздер. Кеткен жоқ қой ешқайда. Ол ойланып болған айыптың артын бағып отыр. Не қарап ішесің? Бір-ақ рет іштің, не болыпты? Сенің басың істей болып, барлығы сол бір-ақ реттен басталады. Аяқ елемеш. Астанада кімге барыпсың? Алтынайдан басқа біреуің бар ма? Немене? Сендер немене бәрін естеріңнен адасқансыңдар ма? Енді өзің дұрыстап ашық айтпайсың. Апам не ойлайды одан басқа? Жылағаннан басқа қолынан келмейді. Алтынай осы қылықтардың барлығын қалай түсінеді? Ондай менде атымен де жоқ. Онда оның барлығын Алтынайға дұрыстап түсіндір.
Бос сөзіңді. Кім ойлап тапқан? Мәди, Алтынайдан кешірім сұра. Не үшін? Барлығын білдіргенің үшін. Мен сенің өмірің араласқан емесім. Араласпаймын да, бірақ сен түсін. Егер Алтынай кететін болса, апама кім қарайды? Мына үйде кім қалады? Сен ойландың ба соны? Менің көзімше Алтынайдан кешірім сұрайтын болсын. Неменеге сұраймын одан кешірім? Сұрайсың кешірім. Мен сенің ағаңмын. Айтқанымды тыңда. Барлығын білдіріп бітірдің ғой сен. Түсіндің бе? Түсіндің бе деймін саған? Иә, түсіндім. Міндетсінбей отыр енді. Түсіндіңдер. Сәлем, Линда. Оған кіруге болмай ма? Дәрігерлер не дейді? Сен маған уәде бердің ғой. Дәулетті бұл іске араластырмайым деп уәде бергенің қайда? Линда, ол өзі сұранды. Мен не істей алар едім? Сен бұны әдейі жасадың. Менен осылайша өшіңді алмақ болдың. Линда, қайдағын айтпа. Мүлдем олай емес. Оны бұл жағдайға душар еткен мен деп ойлайсың ба? Ол өзі келісті, өзі, түсінесің бе, өзі. Сен тек өз пайдаңды ғана ойлайсың. Басқаларға түкіргенің бар. Мен сені жек көрем. Жек көрем сені. Линда, сен мазан кетіп отыр. Кейін сөйлесек. Ал қазір Дәулетке не керек? Дәрі-дәрмек, тамақ. Не керек, айтшы маған. Егер Дәулет өлсе, мен сені ешқашан кешірмеймін. Ешқашан. Оның айтқанын орындамауым керек еді. Өзімді өзім кешірмеймін. Жоқ, ол мықты адам. Ол жазылып кетеді. Линда, жарайды, мен барып дәрігерлермен сөйлесейін. Алтынай, мен өзімді ыңғайсызданып тұрмын. Бірақ енді отбасымыздың үлкені болғандықтан сенен кешірім сұраймын. Ең алдымен өзіңе алғыс айтқым келеді. Төзімділігің үшін, отбасымыз жасаған қамқорлығың үшін. Сен алғаш келіп келгенде, сен алақанымызға салып аялаймыз, ренжітпейміз деп уәде берген болатынбыз. Сондықтан да мен сендердің отбасыларыңа, жеке өмірлеріңе араласуыма тура келіп тұр. Інімнің атынан кешірім сұраймын. Мәди де сенімен сөйлескісі келеді. Мен қазір шығып кетейін, сендер өздерің сөйлесе алыңдар. Алтынай, сенің енді ағаң бар ғой. Алтынай, сен мені кешір. Алтынай, сен жаман ойлама. Менің сенен басқа ешкімім жоқ.
Рас айтам. Құдайым, масқара болды ғой, масқара болды ғой. Бол, жыламашы. Бүкіл отбасы аралассағаны сен өз қатеріңді түсінеді екенсің ғой. Жарайды, болды, жылам. Кешір. Енді қайта алмайды. Нұргүл, сәлем. Сәлеметсіз бе, Талғат? Өзіңді көрмегелі көп болды. Құлпырып кетіпсің. Менің де сізді көрмегеніме көп болды. Мадиді де. Мен қазір батыстамын, жұмыста. Бір күнге демалысқа келгем. Жарайды, жақсы екен. Мәди өз фермасында жұмыс істеп жүр. Мади керемет адам. Ол маған қайтадан өмір сыйлап десем де болады. Мүмкін. Ондай адамдарды кездестіру қазір өте қиын ғой. Мен оған әрдайым дұға қылып жүрем, оны ұмытпаймын. Осылай жасағаның дұрыс болар. Сен қазір үйдесің бе, жоқ әлде жұмыстасың? Әзірше үйдемін. Сосын жұмысқа қайтадан шығам. Ауруханаға шақыртып жатыр. Жұмыс дегенің дұрыс. Бір уақыт ойыңды бөледі. Дұрыс айтасыз. Жақсы, Талғат, мен жүрейін. Айтпақшы, Мадиді көрсеңіз менен сәлем айтыңыз. Міндетті түрде. Сау болыңыз. Мади, бір жасаған жақсылығың осы болған шығар. Тағы кішкене салайын. Апа, рахмет, болдым, тойдым. Шайға да кішкене орын алдырайын да. Үйдің тамағына не жетсін? Иә. Мүмкін тағы бір күн қаларсың. Ой, апа, қала алмаймын. Ертең жұмыс күні ғой. Сені жаңа жұмыс орныңмен де құттықтамаппыз ғой. Әкең марқұм айтып отырушы еді. Ары таза адамның ісі оңға басар деп. Дұрыс айтқан. Иә, әкеміз дана кісі еді ғой. Әлшер, сен мені қалаға барып тастайсың ба, сол жақтан пойызға отырып кетейін? Папа, Енді қайтатын уақыт болды. Үйде жұмыс көп, біраз жаттым ғой енді. Жарайды, құдай, апарып тастайын ғой. Рахмет, айналайын. Мен киімдерімді жинай берейін. Папа, балаларға қарай саласыз? Жарайды. Дәулет пен Ленданы шақыру керек еді. Олар некеге отырды емес пе? Енді той туралы сөйлесуіміз керек. Иә. Онда ертең хабарласайын, жоспарларын білейін. Мүмкін келесі аптада келіп кетер. Иә? Апа, онда мен жүрейін. Тағы да бір шаруаларым бітеді. Жарайды, онда мен саған жолға ас сап берейін. Апа, онда... Жоқ, салып берейін балам. Жесің, үйге барғаннан кейін. Айшыр, мен фермаға баруым керек еді. Жол болсын. Жақсы. Мәди, байқа енді. Тағы да бірдеңе білдіріп жүрме. Түсіндім. Көріскенше. Алдай, рахмет. Шайың тамағың бір дәмді қопты. Ой, уақытта оқапты ғой. Апа! Мен көлік дайындай берейін. Алтынай, құдай қайтшы, мен сыртта күтем, Жақсы. Әлішер аға, сізбен сөйлесейін деп едім. Иә, не болды? Сізбен ақылдасайын деген. Иә, айта ғой. Мен үйімді сатсам, ақшасын Мадиге берейін бе жоқ па деп. Тоқта. Мәдиге ақша не керегі бар? Ол сізге ештеңе айтпады ма? Жоқ. Айнұр, сен маған бәрін түсіндіргенші. Мен ақшасын беріп, ферманың құжаттарын қайтарып алдым. Енді Мәдиге ақша не керегі бар? Ол сізге ештеңе айтпаған екен ғой. Былай ғой, Мади біреулермен карта ойнап. Карта ойнаған? Иә. Олар мен әлігі түйеқұстар туралы айтқан кісі таныстырған сияқты.
содан біраз ақша ұтылыпты. Қанша? $2000 және $5 миллион теңгеге жуық.